Исландия Атлант мұхитының солтүстік бөлігінде орналасқан арал мемлекет. Бұл жер өзінің ертегідей әдемі табиғатымен таң қалдырады. Ерекше жанартаулар, сарқырамалар мен ыстық бұлақтар бұл елге көптеген туристерді қызықтырады. Шағын аралда бар жоғы 400 мыңға жуық адам тұрады. Алайда олар бүкіл әлемге танымал бола білді. Бұл тек ғажайып исландиялық табиғатқа ғана емес, адамдардың өзіне де байланысты. Өйткені викингтердің ұрпақтары бүгінде планетадағы ең сүйкімді адамдарға айналған. 20 жыл бұрын иммигранттар ел халқының небәрі 2%-ын құраса, қазір олардың саны 430%-ға өсті. 2008 жылы Исландияда ауыр экономикалық дағдарыс болып, банк жүйесі толығымен құлады. Сол кезде билік нағыз экономикалық ғажайып жасап, елді бұрынғыдан да бай ете алды. Барлық банктер мемлекет меншігіне өтті. Жемқорлар түрмеге қамалды. Бұл өте қатаң талап болды. Бір сәтте Исландия билігі басқа елдердің барлық кредиторларына қарыз ақшаларды қайтармау туралы шешім қабылдады. Ел халқы бұл шешімді қолдады. Сол кезде халықаралық валюта қоры Исландияны қаржыландыруды тоқтатамын деп қорқытты. Бірақ ел президенті мұндай қысымға берілмеу туралы шешім қабылдады. Және бұл дұрыс шешім болды. Экономикада күрт өзгеріс болған сәт 2012 жылы болды. Содан бастап ел экономикасы тез қарқынмен өсе бастады. Қазір бұл ел Еуропадағы ең бай елдердің бірі болып отыр. Мұндай жетістік мемлекеттік саясат пен нарықтық реформалардың арқасында мүмкін болды.